Енді сұрақ, сол кальян шеккеннен тақуалығың өсті ма, білімің артты ма, онда сауап бол. Егер тақуалығың асып бүйтіп кальян шеккеннен кейін ары бір Құран жаттағың келіп, бір Құранға кетіп қалсаң мейлі екен да. Алла. Бұл өзін өзі алдап жүрген байғұстар, шынымен айтайын, ренжитін шығар көбісі. Кальян шегетіндер бар, анашқа шегетіндер де бар екен жаңағы ше. Намаз оқитындардың өзінде. Жалпы өзі мұсылман болғаннан кейін болды, намаз оқисың ба, оқымайсың ба, мұсылман адамға бәрі бір ғой енді. Бірақ енді кейбір анау намаз оқитындар деп өзін өзі жоғары қойып қойған адамдар бар. Солар осы нәрсені өздеріне халал қылып алған екен да. Алла білдіреді. Жақсы емес бұл. Екеуі де адал емес оның. Анау анаша деген тіптен ол адам тентек қыз береді, оған қалай жаңағы ақталу іздейді деймін, ол адамды есінен айналдырып, адамды қанғалақтатып жібереді ғой. Өзінің атын ұмытып қалады ғой, саусағын көрсетсең күлетіндей жағдайға жетіп қалады олар.